Merhaba arkadaşlar, bugünkü dersimizin konusu internette. İnternet, kızakça internet, yani internette. Yeni kelimeler, жаңа sözler, sarı saçlı, sarı şaşlı, uzun boylu, uzun boylu, gözlüklü, gözlük, көзілдірік takkan, tuzluk, tuzluk, kiralık, жалға alıngan, şekersiz, kantsız, mavi gözlü, kök gözlü, sarı saçlı, sarı şaşlı, uzun boyluyum, uzun boylumun. Bu yemek çok tuzsuz, бұл тағам өте tuzsuz. Yazlık evimiz Bodrum'da, жаздық үйіміз Bodrum'da. Ben öğretmenlik yapıyorum. Men мұғалім болып жұмыс жасаймын. Ары қарай жалғастырамыз достар. Әдеттегідей оқума бөлімі. Мәтінді оқып, аударып шығайық. Arkadaş arıyorum. Dost іздеп жүрмін. Яш аралығы, жас аралығы. Jinsiyet, jinsiyet, жынысы. Ülke, өлкесі. Şehir, қаласы. Benim adım Merve. Менің атым Merve. 25 yaşındayım. 25 жастамын. Siyah dalgalı saçlı. Қара, толқынды шашты. Yeşil gözlü, жасыл көзді. Orta boylu. Beyaz tenli, ақ, денем ақ дейді. Sevimli bir kızım. Әдемі bir kızбын. Bir okulda öğretmenlik yapıyorum. Bir mektepte мұғалім болып жұмыс істеймін. Dürüstlük benim için çok önemlidir. Dürüstlük, yani әділ болу мен үшін өте маңызды. Yani men осы әділдікті өте қатты бағалаймын деп айтып жатыр. Dürüstlük benim için çok önemlidir. Benim adım Hakan. Менің атым Hakan. 29 yaşındayım. 29 жастамын. Sarı saçlı, sarı şaşlı, mavi gözlü, көк көзді, uzun boylu, gözlüklü, көзілдірік киемін дейді. Espri деген, комиктар бар ғой, соларды айтатын адам. Yakışıklı bir erkeğim. Өте әдемі bir ер кісімін дейді. Bir şirkette mühendislik yapıyorum. Bir şirket деген firma деген сөз. Bir firmada inженер болып жұмыс істеймін. Tembelliği sevmiyorum. Еріншектікті жақсы көрмеймін. Benim adım Nesrin. Менің атым Nesrin. 35 yaşındayım. 35 жастамын. Kızıl saçlı, kızıl şaşlı, yeşil gözlü, жасыл көзді, biraz kısa boylu, кішкене аласа boylu, neşeli, көңілді, iyi kalpli, өте жұмсақ жүректі, hareketli bir bayanım, жылдам қимылдайтын bir әйел кісімін дейді. Bir hastanede doktorluk yapıyorum. Bir aurуханада dәрігер болып жұмыс істеймін. Dengesiz insanlardan hoşlanmıyorum. Dengesiz деген bir орында тұрмайды ғой, яғни әрқашан өзгеріп тұратын адамдарды dengesiz деп айтады. Сондай адамдардан hoşlanmıyorum деген, оларды ұнатпаймын деген сөз. Hoşlanmıyorum. Ары қарай жалғастырамыз. Мына сіздерге үй тапсырмасына берілген. Бұл жерде профильдер тұр ғой, көріп тұрсыздар. Осы профильдер біз жаңа ғана оқыған мәтіндердің қай адамға сәйкес келеді, соны қасына атын, астына өздерінің ерекшеліктерін жазып шығасыздар. Яғни қандай ерекшеліктері бар. Одан кейін мына жерде екінші үй жұмысында сары қорапшаның ішінде қарамен жазылған сөздер бар ғой. Осы сын есімдерді мына жаңағы Мерве, Хакан, Несрин үшеуіне қай сын есім, қайсына сәйкес келеді, соны қойып шығу керек. Ширин деген тәтті деген сөз. Комик деген, яғни әзіл қой. Çalışkan деген еңбек сүйгіш. Энержик деген энергиясы көп. Güler yüzlü деген жүзі всегда күліп тұратын. Dürüst деген адал деген сөз. Ары қарай үшінші және төртінші үй жұмысында, үшінші үй жұмысы язма бөлімі. Сіздер мына екі сурет тұр ғой, осы екі суретті неғып, сипаттап жазуларыңыз керек. Екі кісіні сырт келбеттері және мінезі қалай екен, соны қандай болу мүмкін екен, соны жазасыздар. Одан кейін төртінші үй жұмысы конушма бөлімі. Сіз өзіңіздің үйіңізде бір адамды таңдап, соны жақсылап аты жөнін жазып, жасын барлығын жазып, жақсылап сипаттап, жазып шығуыңыз қажет. Сол жазғаныңызды аудиомен бізге жіберулеріңіз қажет.